Бұйрыққа сәйкес орта білім беру ұйымдарында 2023-24 оқу жылының басталуы 1 қыркүйек, аяқталуы 25 мамыр болып белгіленді. 90-дар аралығындағы оқушылардың каникулдары келесідей форматта айқындалды. 1-90 8 оқу аптасын құрайды. Күзгі демалыс 7 күн, 30 қазаннан бастап 5 қарашаны қоса алғанда. 2-90 8 оқу апта, қысқы демалыс 10 күн, 2023 жылғы 29 желтоқсаннан бастап 2024 жылғы 7 қаңтарды қоса алғанда. 3-90 10 оқу аптасынан тұрады, көктемгі демалыс 11 күн, 2024 жылғы 21 мен 31 наурыз аралығын қамтиды. Бірінші сыныптарда қосымша демалыс жылдағыдай 7 күн беріледі, 2024 жылғы 5 мен 11 ақпан аралығында. 4-90 8 оқу аптасын құрайды. 25 мамыр күні оқу жылының қорытындыланып аяқталатын болады. Осы мерзімдер облыстардың Астана, Алматы және Шымкент қалаларының білім басқармаларына ағымдағы жылдың 29 тамызы күні арнайы хатпен жолданды.